Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздерге ұн қуырдақтың рецептімен бөлісемін. Бұл тағамды әркім әртүрлі атайды. Нан қуырдақ дейді, нан палау дейді. Негізі Монғолияда өте көп жасалынады. Цуйван деген атпен белгілі. Барлық ингредиенттерді видеоның астына жазып қоямын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бір бас пиязды өте ұсақ етіп турап аламыз. Одан кейін етімізді де алып, ұсақ етіп турап шығамыз. Менде жылқы еті, қалауларыңыз бойынша қой немесе сиыр етін пайдалануға болады. Бұл тағам өте ерекше, сондай дәмді тағамдардың бірі. Осылай ыдысқа салып, дайындап қоямыз. Енді алдын ала нанды илеп бастаймыз. Ыдысқа жұмыртқа саламыз. Дәміне қарай тұз себеміз және су құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Тура еттің қамыры сияқты жасалынады. Үстінен ұн салып, қамыр илейміз. Қамырды кішкене қаттылау етіп илеңіздер. Қамырымызды жақсылап июін қандырып, илейтін боламыз. Егер де араларыңызда жаңа көрермендер болса, маған тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Одан соң қамырымызды бетін жауып қоямыз. Шамамен 15-20 минуттай тұруы қажет. Ең алдымен табаға кішкене сұйық май құямыз, қыздырамыз және де оның үстіне етімізді саламыз. Біздің етіміз 5 минут бойы қуырылды. Дәл солай пиязды да салып шығамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Және дәміне қарай тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, етін жауып, шамамен 30-40 минутта өте баяу отта бұқтырып аламыз. Келесі кезекте сәбізді алып, орташа жұқалықта турап шығамыз. Менде жазда қатырылған осындай тәтті болгар борщы бар. Енді біздің етіміз пісуге жақын қалды. Еттің үстінен жаңағы туралған сәбіз бен тәтті болгар борщын салып, тағы да 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Сол кезде біздің сәбізіміз де пісіп дайын тұрады. Мына жүрек мені арнайы қолдайтын оқырмандарым үшін. Міне біздің қамырымыздың июі қанды. Енді оны кішкене ұн себелей отыра
жұқа етіп жайып аламыз. Осы уақытта пештеріңізді алдын ала 200 градусқа қыздырып қойыңыздар. Өйткені біз қазір оны противенде кептіретін боламыз. Жайып болған соң қамырды осылай 4 бөлікке бөлеміз. Жаңа айтқандай, пешке противенді салып, шамамен 10-15 минут уақыт 200 градуста ыстық күйінде қыздырып қойыңыздар. Противен міндетті түрде ыстық болып тұру керек. Ыстық противен үстінде қамырды бір-бірлеп саламыз. Ол тез кебеді, тура лаваш сияқты піседі. Екінші жағында аударып, тағы да солай кептіріп аламыз. Осылай әдемі болып, жап-жақсы кеуіп шықты. Қамырды орап, ұсақ қылып турап шығамыз. Егер сіздерде пеш болмаса, сіздер ыстық табада кептіріп алсаңыздар болады. Осы біздің қамырды орташа отта жанып тұрған ыстық табаға құрғақ күйінде кептіріп аласыздар. Жаңа біз противенге ешнәрсе жақпадық. Осы құрғақ күйінде кептіріп алдық. Кеспеге кескен сияқты өте ұсақ етіп кессеңіздер, өте әдемі көрінеді. Біздің көкөністерімізде пісіп қалды. Енді үстіне осы дайын болған кеспені қойып шығамыз. Кеспені салған соң мүлдем араластырмаймыз. Үстіне осылай салып қоямыз. Қақпағын жауып, бірнеше минуттай ұстаймыз. Еттің буында піседі. Он 15 минут уақыт аралығы өткеннен кейін бетін ашып, бір рет жақсылап араластырып аламыз. Егер де еттің сөлі азайып кетсе, аздап су құйып жібересіздер. Қамырлары бір-біріне жабыспайды, шашыраңқы болып, әдемі болып піседі. Міне қараңыздар, өте керемет болып шықты. Иісі де керемет, сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Бұл тағам менің отбасыма өте қатты ұнады. Тіпті мен өзім шынын айтайын, бұл тағамға ғашық болып қалдым. Дәмі сондай ерекше, дәмді болған соншалық бізге жетпей қалды. Қайта-қайта жегіміз келіп тұрды. Сол себептен де менің кеңесім мол қылып дайындаңыздар. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өйткені алдыда әлі де көп рецепттер болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Балнұр. Барлықтарыңызға ас болсын.